Каналыма қош келдіңіз. Дастарханның сәнін келтіретін өте тойымды және дәмді салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге керек көкөністері баялды, кәді және қызанақ. Сонымен қатар алдын ала қайнатылған сиыр еті, ірімшік және салат жапырақтары. Барлық ингредиенттерді шұқалап тураймыз. Басқа да салаттың рецептерін менің каналымнан таба аласыздар. Одан бөлек дұрыс тамақтануға арналған тағамдар, тәттілер және басқа да жеңіл рецепттер өте көп. Мұздай суға тұз салып, баялдыны 10-15 минутқа салып қоямыз. Бұл әдіс оның ашылығын кетіруге көмектеседі. Табамызға кәді, ет және баялдыны саламыз. Енді соус дайындаймыз. Бізге ол үшін 2 ас қасық соевый соус, 3 ас қасық зәйтүн майы және дәмдеуіштер қажет. Бізде кептірілген сарымсақ, қара және қызыл бұрыш. Соусымызды көкөністерге құйып, жақсылап араластырамыз. Етті бұл соуспен араластырмасаңыз да болады, бұл өз қалауыңыз. Етті сол қайнаған күйінде де қоя берсе болады. Енді көкөністерімізді қызарғанша екі жағынан қуырып аламыз. Соусымызда зәйтүн майы бар болғандықтан мен май қосқан жоқпын. Бірақ жабысып бара жатса, кішкене май тамызып жіберуге болады. Мен етті де қуырдым, бірақ айтып өткенімдей қуырмаса да болады. Салат жапырақтарына зәйтүн майын және лимон шырынын қосып араластырамыз. Қызанақтарға кішкене тұз себелейміз. Әрі қарай бәрі көріп тұрғаныңыздай өте оңай. Ең соңында бальзамический уксуспен әсемдейміз. Сіздерге рецепт ұнаған болса лайк басып, астына пікіріңізді жаза кетіңіз. Және де каналымның дамуына үлес қосқыңыз келсе, тіркелуді ұмытпаңыз.